Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Математика сабағын бастаймыз. 81-ші сабақ, 4-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару. Дөңгелек диаграмма. Сабақ мақсаты өзара байланысты шамаларға қатысты есептерді шығаруды, диаграмманы қалай оқуға болатынын қайталайсың. Есеп 1. Есептеп жауаптардың өсу ретіне қарай орналастыр, сонда сен егін туралы мақалды оқи аласың. Балалар жеміс-жидек теріп жүр. Ал балалар жеміс-жидек дегеніміз түсім. Жеміс-жидек салынған себеттердің сыртындағы өрнектердің мәнін тапсақ, және де олардың жауаптарын өсу ретіне қарай дұрыс орналастырсақ, мақал оқи аламыз. Ал балалар олай болса, алғашқы өрнектен бастап жазып шығарамыз. Ең біріншісі, себеттің сыртында 2500 көбейтілген 30 тең 75 000. Себеттің сыртындағы сөз жемісі. Екінші сөз 9100-ді көбейтеміз 30-ға 273 000. Бұл жерде себеттің сыртындағы жазу жеріне. 2000-ді көбейтеміз 50-ге 100 000. Бұл себеттің сыртындағы сөз қарай. Енді балалар барлық шыққан мәндерін өсу ретіне қарай орналастырайық. Енді оқушылар, біз барлық шыққан мәндерін өсу ретіне қарай орналастырайық. Өсу реті дегеніміз кіші саннан бастап үлкен санға қарай рет-ретімен жазамыз. 75 000, 100 000, 273 000. Бұл жерде жеріне қарай жемісі деген мақал шықты балалар. Есеп 2 өрнекте. Балалар, екі өлшем бірлікте де сандар берілген. Мысал ретінде секундпен өрнекте деген жерінде 3 минут 10 секунд деп тұр. Осыны секундпен өрнектеуіміз керек. Екі өлшем бірлігі әртүрлі болғанда оны бір өлшем бірлігіне өрнектейміз. Бұл бізде секунд. Олай болса, алғашқысынан бастайық. Секундпен өрнектеу қажет, ал бұл жерде минуттар тұр. Демек, балалар, біз секундты минутқа айналдыруымыз керек. 1 минутта неше секунд бар? 1 минутта 60 секунд бар. Демек, 3 минутымызда 3-ті 60-ға көбейтеміз. 180, 10 секундты қосамыз, 190 секунд. 20 минут 15 секундпен өрнектейміз. 20-ны 60-ға көбейтеміз. 1200, оған 15-ті қосамыз. 15 секундты 1215 секунд шығады. Келесі өрнекті біз минутпен өрнектеуіміз керек екен. Бұл жерде 1 сағатта неше минут бар, балалар? 1 сағатта 60 минут бар. Демек, 2 сағат берілген, 2 сағатты 60-ға көбейтеміз. 120 шығады, оған 40 минутты қосамыз, 160 минут болады. 3 сағат 25 минут. 3-ті 60-ға көбейтеміз, оған қосамыз 25-ті. 3 көбейту 60, 180, 180-ге 25-ті қоссақ, 205 минут. Келесі миллиграммен. 5 килограмм 30 грамм тең. Демек, балалар, бұл жерде біз миллиграммен өрнектеуіміз керек. Біз граммды миллиграмға айналдырамыз. 1 граммда неше миллиграмм бар, балалар? 1000 миллиграмм бар 1 граммда. 5-ті біз 1000-ға көбейтеміз, 30 миллиграммды қосамыз. 5 көбейту 1000, 5000, 30-ды қосамыз, 5030 миллиграмм. Келесі 12 грамм 9 миллиграмм. 12-ні 1000-ға көбейтеміз, 12000, 12000-ға 9-ды қосамыз, 12009 миллиграмм шығады. Келесі, балалар, килограммен 1 тоннада неше килограмм бар? 1 тоннада 1000 килограмм бар. Демек, біз 4-ті көбейтеміз 1000-ға, 4000, оған 9 грамм қосамыз, 9 килограммда 9000, 4009 килограмм шығады. 9 центнер 3 килограмм. Бұл жерде балалар, 1 центнерде неше килограмм бар? 1 центнерде 100 килограмм бар. Демек, 9-ды біз 100-ге көбейтеміз, 900, оған 3 килограммды қосамыз, 903 килограмм. Келесі метрмен берілген. Біз бұл жерде 1 километрде 1000 метр бар. Демек, біз 15-ті көбейтеміз 1000-ға, 15000 метр.
50 дециметр дегеніміз, ол 50-ді 10-ға көбейтеміз, 500 метр. 1 дециметрде 10 метр бар, балалар? Келесі тоннамен өрнектеуіміз керек. 1 тоннада 1000 килограмм бар. Бұл жерде біз 40 мыңды 1000-ға бөлеміз. 40 тоннаға тең. 250 мыңды бөлеміз 1000-ға, шығады 250 тонна. Есіңе түсір. Суретте шамалар үшбұрышы көрсетілген. Шамалар үшбұрышы, яғни шамалар дегендіктен бір емес бірнеше шамалар көрсетіледі, балалар. Бірінші үшбұрышта, одан кейін олар өзара байланыста болады. Бірін-бірі олар пайдаланып есептің жауабын шығара отырамыз. Әртүрлі мәтінді есептерге шарт құрғанда осыны балалар қолданамыз. Бірінші шамалар үшбұрышында балалар құны, бағасы, саны берілген. Біз бұл жерде құнын білу үшін, сатып алынған заттың құнын табу үшін біз бағасын санына көбейтіп құнын табамыз. Ал егер санын табу үшін біз құнын бағасына бөлеміз де санын шығарамыз. Ал біз бағасын білу үшін құнын санына бөліп сатып алынған заттың бағасын білеміз. Келесі шамалар үшбұрышында бұл жерде ауданы, ұзындығы, ені, тіктөртбұрыштың ауданы, ұзындығы, ені берілген. Біз бұл жерде ауданын табу үшін ұзындығын, тіктөртбұрыштың ұзындығын еніне көбейтеміз. Сонда бізде ауданы шығады. Ал енді тіктөртбұрыштың біз енін білу үшін ауданын, жалпы ауданын біз ұзындығына бөліп енін шығарамыз. Тіктөртбұрыштың біз ұзындығын білу үшін біз жалпы ауданын еніне бөліп ұзындығын табамыз. Келесі шамалар үшбұрышында бір заттың массасы, саны, жалпы массасы берілген. Біз жалпы массасын табу үшін бір заттың массасын санына көбейтіп, жалпы массасын шығарамыз. Ал бір заттың массасын табу үшін біз жалпы массасын санына бөліп, бір заттың массасын шығарамыз. Ал егер бір заттың массасын табу үшін жалпы массаны санына бөліп, бір заттың массасын шығарамыз. Келесі шамалар үшбұрышында жылдамдық, уақыт, қашықтық берілген. В деп біз жылдамдық деп алайық, Т дегеніміз уақыт, С дегеніміз қашықтық. Демек, қашықтықты табу үшін біз жылдамдықты уақытқа көбейтуіміз керек. Ал егер біз жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөліп жылдамдықты табамыз. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөліп біз уақытын табамыз. Келесі шамалар үшбұрышында бір бұйымға жұмсалатын шығын саны және материалдың жалпы шығыны. Бір бұйымға жұмсалатын шығын N деп алайық, саны К, материалдың жалпы шығыны П. Жалпы шығынын табу үшін материалдың бір бұйымға жұмсалатын шығынды санына көбейтіп материалдың жалпы шығынын табамыз. Ал егер бір бұйымға жұмсалатын шығынды табу үшін біз материалдың жалпы шығынын санына бөлеміз. Ал егер санын табу үшін біз материалдың жалпы шығынын бір бұйымға жұмсалатын шығынға бөліп санын шығарамыз. Келесі шамалар үшбұрышында бізде өнімділік берілген. Өнімділік В, уақыты Т, жұмыстың жалпы саны А деп алайық. Бұл жерде А жалпы санын табу үшін өнімнің жалпы санын біз өнімділікке жұмыс уақытына көбейтеміз де жұмыстың жалпы өнімін шығарамыз. Ал егер өнімділікті табу үшін біз өнімнің жалпы санын жұмыс уақытына бөліп шығарамыз. Біз уақытын табу үшін өнімнің жалпы санын өнімділікке бөліп біз уақытын табамыз, оқушылар. Есеп 3. Есептерді шығар, есеп шығаруға пайдаланған формулаларды жаз. Балалар, кесте көрсетілген кестеге қарай отырып есептерді шығаруымыз керек және де пайдаланылған формулаларды жазамыз. Жылдамдық, уақыт, арақашықтық көрсетілген. Реттік жолмен шығаруымыз керек. Бірінші жолға қарайық. Жылдамдық белгілі, арақашықтық белгісіз. Демек, бірінші жолдан біз уақытты табуымыз керек. Олай болса, балалар, біз арақашықтықты жылдамдыққа бөліп уақытын табамыз. 600-ді 60-қа бөлсек тең 10 сағат. Екінші жолда, балалар, жылдамдық белгілі, уақыт белгілі, арақашықтық белгісіз. Демек, арақашықтықты табу үшін біз не істейміз, балалар? Біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 50 километрді көбейтеміз 6 сағатқа 300 километр.
Үшінші жолда жылдамдық белгісіз, уақыт белгілі, арақашықтық белгілі. Демек біз жылдамдықты табу үшін балалар арақашықты уақытқа бөлуіміз керек. 840-ты 12-ге бөлсек 7 километр. Есіңде сақта. Кейбір есептерді шығару үшін дөңгелек диаграмманы пайдалану ыңғайлы. Дөңгелек диаграммалар бұл әр қайсысы есепте берілген мәліметтерді көрсететін секторларға бөлінген дөңгелек графиктер. Есеп 4. Диаграмма қара, сұрақтарға жауап бер. Демек балалар А. Бір жыл ішінде қандай күндер бәрінен көбірек? Ашық күндер 2-ден 2-нің 1-і көбірек ашық күндер екен. Бұлтты күндер 4-тің 1 күнінде, ашық бұлтты күндер, қарлы күндер 2-ден 1 күнде, қарлы күндер. Б жауабы жылына шамамен қанша күн бұлтты? Шамамен бір жылда 365 күн бар, 365-ті 4-ке бөлеміз, 91 күн бұлтты екен шамамен. Бір жылдағы жауын шашынды және жауын шашынсыз бұлтты күндерді салыстыр, екеуі тең. 4-тен 1 күнінде екеуі тең болып тұр. Есеп 5. Есептегі мәліметтерді диаграммада көрсет, дәптерге диаграмма сызып, берілген мәліметтерді жаз, есепті шығар. Демек, дәптерге балалар біз диаграмма сызуымыз қажет. Мәліметтерді диаграммада көрсетуіміз керек. Сүт фермаларының бірі өнімдерін мынадай арақатынаста шығарады. Барлық өнімнің жартысын сүт өнімі құрайды. 4-тен 1 бөлігінде айран, 8-ден 1 бөлігінде майлы айран және 8-ден 1 бөлігінде кілегей. Егер 60 литр сүт шығаратын болса, онда фермада басқа өнімдер қанша литрден шығарады? Демек, балалар бұл жерде айранды барлық сүт өнім 60-ты біз 2-ге көбейтеміз. Барлық сүт өнімі 120 литр. 120-ны 4-ке бөлеміз, 30 литр, 30 литр айран, 120 барлық өнімді сүтті біз 8 бөлікке бөлеміз. 8-іміз ол майлы айранға бөлсек, 15 литр майлы айран шығарады. 120-ны 8-ге бөлсек, кілегей 15 литр кілегей, 60 литрді 30-ға қосамыз, 15-ті қосамыз, тағы 15-ті қоссақ, 120 литр. Жауабы ферманың барлық өнімі 120 литр сүттен жасалады. Айран 30 литр, майлы айран 15 литр, кілегей 15 литр. Есеп 6. Есеп бойынша дөңгелек диаграмма сызып, оны шығар. Дөңгелек диаграмма сызып, есепті шығарамыз. Бақшаның пішіні тіктөртбұрыш тәрізді, оның ұзындығы 240 метр, ал ені одан 4 есе кіші дейді. Бақшаның барлық ауданның 4-тен 1 бөлігіне қызанақ, қалған 4-тен 1 бөлігіне қияр, ал жартысына картоп отырғызылған. Әрбір көкөніс қандай ауданды алып жатыр? Демек, балалар диаграмманы сызамыз. Біз ені ұзындығы 240, ені 4 есе кіші екен. Қызанақтың 4-тен 1 бөлігіне қызанақ, 4-тен 1 бөлігіне қияр, 2-ден 1 бөлігіне картоп егізілген. Әр көкөніс неше метр квадрат? Демек, 240-ты жалпы ауданын біз 4-ке бөлеміз, 60 метр ені, ал 240-ты 60-ға көбейтеміз, 14.400 метр квадрат ауданы. 14.400-ді 4-ке бөлеміз, 3600 метр квадрат қызанақ отырғызылған. Ал 14.400-ді бөлеміз 4-ке, 3600 метр квадратына қияр. 14.400-ді біз 2 бөлігіне картоп отырғызылған. Демек, 7200 метр квадрат бөлігіне картоп отырғызылған. Қызанақ 3600 метр квадрат жерге, қияр 3600 метр квадрат жерге, картоп 3200 метр квадрат жерге отырғызылған. Есеп 7. Ауызша шығар және тексер. Достарымен бірге мысалдарды кім шапшаң және дұрыс шығаратынын анықта. 200-ді 41 мыңға көбейтеміз, 3200-ді 20 мыңға көбейтеміз, 27 мыңды 9 мыңға бөлеміз, 36 мыңды 60-қа бөлеміз, 1111-ді 50-ге көбейтеміз, 1122-ні 200-ге көбейтеміз, 72 мыңды 9 мыңға бөлеміз, 444-ті 2 мыңға бөлеміз, 12300-ді 20-ға көбейтеміз, 3210-ды 300-ге көбейтеміз, 33900-ді 300-ге бөлеміз, 880 мыңды 80-ге бөлеміз. Есеп 8. Кесте бойынша есеп құрастыр. Олардың әр қайсынан 2 кері есептен құрастыр.
бағасы, саны, құны берілген. Демек біз бұл жерде саны белгісіз. Бірінші жолда санын табу үшін біз құнын 5000-ді 2500-ге бөлеміз. Саны 2 дана. Кері есеп құрастырамыз. 2 кері есеп. Демек біз бағасын біз санына көбейтіп құнын шығаруымыз керек. 2500-ді 2-ге көбейтеміз 5000. Ал одан кейін 5000-ді біз 2-ге бөлеміз. Құнын санына бөліп біз сатып алынған бір заттың бағасы 2500. Екінші есеп, саны 3 дана, құны 2100. Демек біз бағасын табу үшін біз құнын санына бөлеміз. 2100-ді біз 3-ке бөлеміз. 700 теңге. Енді бұл жерде келесі балалар 2100-ді бағасына бөлеміз. Санын шығарамыз. Үшінші кері есеп 700 санын бағасын біз санына көбейтіп құнын табамыз. Үшінші бағасы 3800 теңге, саны 90 дана. Демек құнын табу үшін біз 3800-ді 90-ға бөлеміз. Одан кейін кері есеп құнын біз санына бөлеміз. 342-ді 90-ға бөлеміз. Одан кейін бағасын табу үшін біз құнын бағасына бөліп санын табамыз. Есеп 9. Әрбір сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, қалдырылған сандарды жаз. 12, 23. Келесі сандар қандай болу керек балалар? Демек біз оны табу үшін біз 23-тен 12-ні аламыз. 11 шығады. Демек біз 23-ке 11-ді қосуымыз керек. 34, 34-ке 11-ді қоссақ 45, 45-ке 11-ді қоссақ 56 шығады. Келесі 45, 36, 27, 18. Балалар әр қатардағы сандар кеміп бара жатыр. Неше бірлікке кеміп бара жатыр? Оны білу үшін балалар 45-тен 36-ны азайтуымыз керек. 9 бірлікке кеміп бара жатыр. Демек біз 36-тан 9-ды аламыз. 27, 27-тен 9 аламыз. 18, 18-ден 9-ды аламыз. Неше шығады? 9. Келесі Б, 6, 12, 24. Келесі санды табу үшін біз не істейміз? 6, 12. Демек 6-ны біз 2 есе арттырсақ 12 шығады. 12-ні 2 есе арттырсақ 24, 24 тағы 2 есе арттырсақ 48, 96, 192 шығады. Келесі 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23. Реттік нөмірлермен жазылған. Демек 2-ге біз 1-ді қоссақ 3, 3-ке біз 3-ті қоссақ 5, 4, 5, 6 деп рет нөмірмен қосып отырсақ келесі сандар шығады. Есеп 10. Есепті шығар. Тік төртбұрыш пішінді бақшаның ұзындығы 72 метр, ал ені 30 метр. Бақшаның ауданының 1/1 бөлігіне сәбіз, қалған бөлігіне қызылша мен орам жапырақ егілген. Егер 900 метр квадрат жерге қызылша егілген болса, онда орам жапырақ қандай ауданды алып жатыр? Біз жалпы бақшаның ұзындығын 72 метр деп алайық, енін 30 метр деп алайық. Осы бақшаның 1/1 бөлігіне сәбіз, қызылша, ал қалған бөлігіне қызылша. 900 метр квадрат жеріне қызылша егілген. Орам жапырақ белгісіз. Жалпы ауданын табу үшін, біз орам жапырақтың жалпы ауданын табу үшін, біз ұзын 72 ұзындығын біз еніне көбейтеміз. 2160 метр квадрат. 2160-ты бөлеміз 10-ға, 216 метр квадрат жерге сәбіз. 2160-ты азайтамыз 900-ді, азайтамыз 216-ны, тең 1044 метр квадрат жерге орам жапырақ алып жатыр. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.